Мен Сариева Әсеткүл, шығыс медицинасында көп жыл тәжірибем бар маман дәрігермін. Біз бүгінгі видеода іш құрылысты қалай тазалау керегі туралы айтып өтетін боламыз. Менің тәсілімде ішті тазалаған кезде оның алдыменен өтінде тас бар ма, бүйрегінде тас бар ма, соны тексеріп аламын. Өйткені өтте тас болатын болса, бүйректе тас болатын болса, оны бірден тазалауға болмайды. Ол адамды қиын жағдайға апарып соқтырады. Кейбір кісілер үйде өз бетінше тазалайды. Оны мен дұрыс деп санамаймын. Өз бетінше тазалап, талай ауруға шалдыққан кісілер алдыма көп келді. Мен бір тәулік ішінде ішкі ағзаны тазалаймын. Қалай деңіз? Бір күн бұрын аш болуын, кешкі сағат 5-тен кейін тамақ ішпеуін өтінемін. 5-ке дейін сұйық жеңіл тамақтар ішу керек деп айтып жіберемін. Ал тазалайтын күні ертең-ерте аш қарынға келу керек болады. Онымен алдыменен қан қысымын тексеремін. Қан қысымы жоғары ма, төмен бе, оны тексеру керек болады. Тасы бар жоғын жаңа айтып өттім, оны да тексеру керек болады. Осының барлығы дұрыс болатын болса, тазалауға аламын. Тазалаған кезде 3 литр, 4 литр, неше түрлі 40-тан аса, тіптен 47-48 түрлі шөптің қоспасын беремін. Шөппенен жаңағы шөптің тұнбасын ішкіземін. Ішкізіп, неше түрлі гимнастикалар жасатамын. Көбірек жүргіземін. 3 литр болмаса 4 литр тұнбаны ішкенен кейін біраз уақыт демалдырамын. Біраз уақыт демалдырып, ары қарта жаңағы лимон шырыны, май, тағы да басқа нәрселерменен клизма жасап, ішін босатып, олардың барлығын беріп, сөйтіп жаңағы үйіне жіберемін. Үйіне жібергенде де оны міндетті түрде жаңағы тұнбаны ішкен кезде де давлениесін өлшеп отыру керек болады. Ал давлениесі тіптен төмен адамдарда өте қиын жағдайда басы ауырып, құсқысы келіп, давлениесі түскен жағдайда желкелері тартып, сондай қиын жағдайға түседі. Ал оның барлығын дәрігерлік жолменен қадағалап отырып тазалауға тура келеді. Ал қаны қысымы жоғары адамдарда қан қысымын түсіріп отырып, және оған бөлек шөптердің тұнбасын беруге тура келеді. Сөйтіп қанның қысымын әр сағат сайын өлшеп отырып, сөйтіп тазалаймын. Ал енді ертесіне үйге жібергеннен кейін, ертең-ерте тағы да аш қарынға келіп, клизмасын жасап, ішінен шыққан дүниелерді өздері көреді. Жап-жасыл болып кеткен, өт толғандықтан жап-жасыл болып кеткен сағыз сияқты тастар шығады. Каловый камень дейміз, кәдімгі нәжістердің қатып қалғандары шығады. Құрттар шығады. Тіптен аскарида құрттары болатын болса, ұзын болып та түседі. Ал енді бұл тазалап біткеннен кейін ол адамға жаңағы міндетті түрде неше түрлі шөпті беруге тура келеді. Оның ішінен қандай шықты, соған байланысты. Мысалы, жасыл тастар көп болатын болса, оның бауыры ауырып, өті толып, өт жағынан көп жаңағы аурулар шыққандықтан оған керекті шөпті беремін. Бүйрегінен құм шығатын болса, зәр шығарған кезде зәрдің жолдары ашып, адам өзін жаман сезініп сондай пайда болады. Оған да теселі шөпті беріп емдеймін. Және шөп дәрілерді беремін. Үй жағдайында неге мен тазалауға болмайды деп айтамын. Өйткені ішектерде полип пайда болатын жағдай болады. Ішектерде тіптен жара болатын жағдай болады. Сондай жағдайда үй жағдайында тазалаған ол көп жағдайда жаңағы қан кровотечение дейміз ғой, қанның ағуы ашылып кетіп, адамды тіптен өлімге дейін апаратын жағдай болады. Тіптен асқазанда язва болса да тазалауға болмайды. Сондықтан мен сіздерге үй жағдайында өз беттеріңізше тазаламаңыздар деп айтамын. Ол мына біз сияқты білікті жаңағы қыры-сырын білетін адамдар тазалаған дұрыс деп айтамын. Әсіресе осы тазалаған кезде, тазалаған күннің ертесіне адам өте жеңіл сезінеді өзін. Тіптен кейбір аурулардан емделудің қажеті жоқ болады. Өйткені сіздің ағзаңыздың бәрі тазаланды, міндетті түрде өтіңіз кетті. Асқазандағы неше түрлі жаңағы ашты сулар кетті, ашты қышқыл болып кеткен жаңағы қышқылдардың барлығы ағып кетті. Ішектеріңіз тазаланды, бүйрегіңіздегі жаңағы құмдар кетті, қоңыңыздағы құмдар, жаңағы тұздар кетті. Сол кезде міндетті түрде сіздің бас ауруларыңыз басылып, көңіл күйіңіз ашылып, тіптен мына беттің терісі әдеміленіп, жаңағы беттің терісі жаңарып, қара дақтар кетіп, бетіңіз әдемі бола бастайды.
Бұл тазалағанда тек қана ауру емес, бет терісін де сіз түзеп аласыз. Аурумен бірге беттеріңіз түзелген кезде сұлуланып шыға келеңіз. Сонда ішкі дүниеңіз де таза, сыртқы дүниеңіз де таза болып шыға келеді. Ал енді мына тазалау жағына тазалағаннан кейін 2-3 күннен кейін жаңағы 1 аптаға дейін неше түрлі шөптерді беріп емделетін болса, ол тез жазылып кетеді. Тіптен тазалағаннан кейін емделмесе де сіз өзіңізді жеңіл сезінесіз. Сондықтан мен сізге үйде өз бетіңізше тазаланғанды пайдаланбаңыз дегім келеді. Білікті маманға тазаланғаныңыз жөн. Бірақ міндетті түрде жылына біздің қазақ қыстай соғым жеп шығамыз. Өйткені еттер, күшті тамақтарды көп жейтін болғандықтан біздің бауырымыз майланады, қанымыз қоюланады. Сондықтан көктемде тазаланған жөн болады. Оның бәрінен тазаланғаннан кейін қанда сұйылады, адам өте өзін жеңіл сезінеді. Және мына буын ауруларына жақсы болады. Ішкі құрылысты тазалаған буын аурулары, бел ауруларына, бет тері ауруларына өте жақсы болады. Кейде өт толып кеткен жағдайда арқаларыңызға бөртпе пайда болып кетеді. Арқаларыңыз бөртіп кететін жағдай болады. Оның барлығы мына өттің асқазанның ішінде қышқыл көбейіп кеткендіктен болады. Ал егер ішіңізді тазалайтын болсаңыз, сол арқалардың бөрткенінің барлығы тазаланып шыға келеді. Және мына ішектерде құрт болған жағдайда белгілі болады. Тіптен құрттың ұялары тазалаған кезде шығады десем, жалған айтпаймын. Өйткені аппақ болып, кәдімгі пластмасса нәрсе сияқты нәрселер де іштен шығады. Ол кәдімгі құрттардың бәрі жиналып бір жерге жиналып қалатын жағдайларда кездеседі. Сол жағдайда соның бәрі тазарған кезде сіздің ішегіңіз де сондай жақсы болып қалады. Ішектегі көп аурулар көбінесе білінбейді, оны тек қана колоноскопия жасап қана білуге болады. Ал сіз тазаланған кезде соның бәрі тап-таза болып шығады. Сондықтан сіз білмейтін нәрсеге өз бетіңізден кіріспеңіз деп айтамын. Бірақ ішті жылына 2 рет тазалаңыз. Жылына 2 рет тазаланатын болсаңыз, сіз семіздіктен арыласыз, арықтықтан да арыласыз. Кәдімгі өзіңізге керекті етіңіз пайда болады. Сіздің сондықтан тазаланып, спортпен шұғылданатын болсаңыз, ауырмайсыз. Ауырғанша ауырмайтын жол ізде деген осы болады. Сіздерге рахмет. Бүгінгі менің кеңестерім сізге ұнап жататын болса, сұраңыздар, жауап беремін. Сіздермен болған мен Әсет Күлсариева. Сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар, қош сау болыңыздар.